Қазақстанда COVID-19 пандемиясына тура бір жыл. Бәрі қалай басталғанын және неге келгенімізді еске алайық. Риддердегі эпидемиологиялық ахуал туралы айтамыз. Бәрін кезекпен. Сонымен, коронавирус инфекциясының алғашқы оқиғалары республика аумағында 2020 жылдың 13 наурызда тіркелді. Ресми статистика бойынша 10 наурыз 2021 жылы 220.018 жұқтыру оқиғасы тіркелген. Сауыққандар 203.467 адам. Қайтыс болғандар 2.819 қазақстандықтар. Індеттің алдын алу үшін 16 наурыздан 11 мамырға дейін өткен жылы елімізде төтенше жағдай режимі жарияланды. Елден шығуға және елге кіруге шектеулер қойылды. Барлық аймақтарда карантин немесе басқа да шектеу шаралары ендірілді. Азық-түлік саудаламайтын ірі нысандардың, кинотеатрлардың және көпшілік жиналатын орындардың қызметтері тоқтатылды. 5 шілдеде Қазақстанда қатаң оқшаулану режимі әрекет ете бастады. Барлық нысандар жабылды. Азық-түлік дүкендері мен дәріханалардан басқасы. Ал 13 шілде президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен COVID-19-дан бақилық болғандарды аза тұту күні деп жарияланды. Коронавирус жылы өмірімізді өзгертті. Көпшілігі үйде оқшауланып, үйде отырып жұмыс істеді. Ата-аналар ұстаздардың орындарын басты, ал оқушылар болса мектептерін сағынды. Біз шараларды онлайн форматта өткізіп үйрендік. Көрерменсіз. Қонаққа скайп бойынша баруды үйрендік. Ковид жеке гигиенаның кейбір әдеттерін қайта қарауды үйретті. Ал күнделікті лексикамызда қашықтықтан оқу, әлеуметтік қашықтық, маскалық режим және тағы басқа ондаған жаңа сөздер пайда болды. Ковид оқиғасы бір жылға созылды. Айтарлықтай сынаққа айналды. Күллі әлем пандемияның аяқталуын бәрі басталған Қытай еліне абайлап қарап күтіп отыр. Және әркім басталған 2021 жыл COVID-19 пандемиясының тағы бір жылы болмайтынына, коронавирустың таралуы доғарылатынына үміттенуде.